Ассаламу алейкум. Мен қазір блокнотты алдым, ручканы алдым. Жалпы білім алу туралы жазайын деп отырмын. Осыны камераға түсіру арқылы өзіме көмектескім келіп отыр. Так, ана жер жаздым, пайдалы білім алу, одан кейін білім алу туралы. Жалпы бұл не үшін бастадым? Мен бір ой келді. Мысалға, бір бағытта маған білім жинау керек болса, бірнеше кітапты алып, соны бөлмеден шықпай, үздіксіз оқу деген сияқты. Мысалы, енді көп нәрсеге алаңдамай дегенім ғой. Осы орайда сол ойым құр ой болып қалып кетпесін деп бір тәжірибе жинамақ мақсатында осылай бастама жасап отырмын. Енді бұл жерде қарап отырсам, ең алдымен маған кітаптар керек. Сол кітаптар керек. Олар енді дәл қазір менде жоқ қой. Электронды болады ма, сол түсініксіз болып тұр да. Электронды болса, ол хотя бы ноутбукпен болса. Электронды болса, онда ноутбук керек маған. Чтобы кішкене көзге ірі болып көрінгені дұрыс болар. Телефоннан кішігірім болады. Онда да пайдалануға болады ол кітапты, бірақ кішкентай жерден қарап отқан соң оны да тиянақты пайдалану керек та. Ал маған негізінде қағаз кітаптар болса, бәлкім сол дұрысырақ болар ма еді. Одан кейін маған усидчивость дейді ғой, отырықшылық керек. Отырықшылық. Баяғыда отырықшылық деп егінді айтса, қазір отырықшылық деп білім алуды, компьютердің алдында отыруды айтса болатын шығар деп ойлаймын. Үшіншісі, маған керек нәрсе ол соны бастау керек қой. Оны қайтып жасасам болады екен. Кітаптарды алдым, отырдым. Уже уақытты есептеуім керек. Тайм менеджмент деп жазылған. Термин сөз ғой негізінде. Шамалы ыңғайсыздау бүйтіп жазып отырған. Себебі жерде отырмын. Так, енді нақты бастау үшін шынайы жоспар құру керек. Мысалға, менде қазір сағат 23:01 болыпты. Бірінші уақыт. Мысалға, мен бүгін бастайын 23:15 деп аз уақыт беріп қойын. Бастауы. Одан кейін бір шамалы бір 20 минут отырып көрейін. 23:35 болыпты. Осы уақытта таймер қойып қойса болады. Еш нәрсеге алаңдамай. Екіншісі бағыт деп қоя салайын. Мынаған керек жарақ деп қойын. Мынаған жоспар. Бағыт. Ерімжеп. Талшық. Тоқыма өндіріс туралы ғой. Бағыт белгілі. Енді
Bir нәрсе қоймай. Еще әдістер бар ғой. Әдіс. Ол мен тек қана оқимын ба, немесе жазамын ба? Сол бойынша. Бұл жерде мен сұраққа жауап деп жазсам дұрыс болар. Сұраққа жауап. Яғни мен бір саланы оқимын да, және оқу нәтижесінде мен сол сұрақтарға жауап табу керекпін. Ол видео отчет ретінде болса, не болмаса жазу енді ұзақтау болады шығар. Немесе жазуда нақты білімді тиянақтылау үшін қажет болады. Яғни осы сұрақ жауап әдісі маған тиімді сияқты. Тек қана оқып қоймай, оқыған білімді бірден тексеруге мүмкіндік береді. Жарайды, ендеше мен іске дайындалайын. 23-імізге қазір 23:04 болыпты. Кеттік ендеше.